Барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге үй жағдайында бауырсақты қалай жасалуын көрсетемін. Жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Ұнаса менің каналыма жазылып кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге дәу бір стакан су, 2 зуалаға мөлшерлеп дайындап жатырмын. 2 жұмыртқа, 150 грамдай қаймақ, 150 грамдай шекер. Енді өзіңіздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, жүз елу грамдай майонез, дрожь саламыз, ашытқы. Оны жақсылап араластырып, жұмсақ қана қамыр қылып елеп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Менде осындай қамыр шықты. Май жағып бір ашығанша қалдырамын. Қамырым көтеріліп шықты. Осыны жайып, өздеріңіздің қалауларыңызбен қырқып алсаңыздар болады. Стаканның көмегімен, емса осындай канцелярскийлерде сатады, бауырсақ қырқатын думалақ қылып. Менде думалақ қырықтым. Менде осындай дәу 2 зуала шықты. Ұнаса сіздер жасап көріңіздер. Менің ұнаса YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Осындай болып шығады.